Қостанай облысының Сарыкөл ауданында белгісіз індеттен мал қырылып жатыр. Bir ғана Тәгіл ауылында жарты айда өлген қой ешкі мен сиырдың саны 80-нен асқан. Әзірге төрт түліктің нақты қандай ауруға шалдыққаны белгісіз. Ветеринар мамандардың кеңесімен жасаған ем еш нәтиже бермей отыр. А вот вымя начинает опухать. Руслан Мәденовтің 15 ірі қарасы бар. Бір отбасы соның еті мен сүтін сатып күнелтіп отыр. Кенеттен келген кесел оның қорасындағы түлікке түгел жұқты. Қазір сиырларының бәрі ауырып тұр. Шығын болғанында бар. Үй иесі енді бар малымнан айырылам ба деп алаңдаулы. Эта корова с 18 числа не ест. Мына сиыр 18 наурыздан бастап шөп жеуден қалды. Арықтап, терісі сүйегіне жабысып тұр. 7 бұзауым бар еді, соның 4-еуі өлді. Айтқан дәрісімен егіп жатырмыз, бірақ одан түк пайда жоқ. Әрі қарай не болары белгісіз. Тәгіл ауылында мал өлімі алғаш рет 16 наурызда тіркеліпті. Содан бері белгісіз індеттен қырылған түліктің саны 80-нен асқан. Өлім жітім аудан орталығында да тіркелген. Тұрғындардың айтуынша аурудың белгілері аусылға ұқсас. Қалай болғанда да мұның жұқпалы кесел екеніне жұрттың көзі жетіп отыр. 21-інде екеуі ауырып қалған. Шөпті жемеген, сонымен бәрі 14 басы ауырып қалды. Мамандар жедел қимылдаса белгісіз кеселдің жаппай таралуының алдын алуға болар еді дейді тұрғындар. Қазан айында ауыл маңындағы шаруа қожалығына індет тигенде мал дәрігерлері нақты шара қолданбаған. Қазіргі ахуалға байланысты да тек сынама алумен шектеліп отыр. Патологиялық материалын алып кетеміз. Біз және де оны областық лабораторияға жібереміз. Ол сол жақтан НРЦВ-ға, Астана қаласына зерттеуге жіберіледі. Результат 2 аптаның ішінде болу керек. Ветеринарлар Елордадан сынама нәтижесін күтіп жүргенде ауру асқынып барады. Індеттен қырылған малға өтемақы төлену, төленбеуі де әзір беймәлім. Материал эфирге дайындалып жатқанда ауылда енді үй құстары өле бастаған туралы хабар келіп жетті. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.